Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеомызда қазақ әдебиеті пәнінен 1-ші тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: Күлтегін жырының тақырыбын анықтаңыз. Күлтегін жырының тақырыбы Д нұсқасы ел бірлігі. Өлең шумағында кімнің бейнесі сипатталған? Менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыс пенен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай. С нұсқасы жиембет. Үшінші тапсырма: берілген үзіндіде қазақ салт-дәстүрінің қай түрі көрініс тапқан? Әуелеп ұшқан алты қаз, алдыңнан шығып сансызбай, көкешім менің төлеген, көрдің бе десе не дейсің? Сауытының көзі сетіліп, сынбай кетті дегейсің, баратұғын жеріне жетпей кетті дегейсің. Қоштасу. Д нұсқасы. Берілген эпизодтағы төлегеннің жолға шығу себебін анықтаңыз. Базарбайдың төлеген, ерте туған көбеген, 80 жігіт қосшалып, 15 жігіт басшалып, Ақжайыққа жөнелген. Б нұсқасы жар іздеу, қыз таңдау. Бесінші тапсырма: өлең шумағы кімнің сөзінен алынған? Адыра қалғыр көк жайық, аңырап қалған қонысым, қонысымнан ауған соң, кетпеге еді ырысым. Д нұсқасы қаз туған. Келесі тапсырма: Қыз жібек жырындағы жібектің бойынан қандай қасиеттерді байқадыңыз? Жібектің бойында көптеген қасиеттер бар. Солардың бірі оның қайсарлығы, ақылдылығы мен тапқырлығы және еліне деген адалдық қасиеті. Жетінші тапсырма: қаз туғанның қонысымен қоштасу себебі неде? Жырау ел басына күн туған заманда елінің болашағы үшін алаңдайды. Кейінгі ұрпағының біреуге құл болып бағынышты ел болуынан қорқады. Сол себепті қоныспен қоштасу керек дейді. Күлтегіннің бойынан қандай қасиеттерді көре алдыңыз? Күлтегіннің бойынан ерлік, батылдық, адалдық сияқты нағыз батырға лайық қасиеттерді көрдім. Жастайынан халық қамын ойлап, халқы үшін аянбай, өз елін жаудан қорғаған, еліне жақсы көшбасшы болатындай көшбасшылық, еліне деген қамқорлық қасиеттері бар. 9-шы тапсырма: жиембет жыраудың Есім ханға сес көрсете тіл қатуының себебі неде? Айтқан сындармен келісесіз бе? Жиембет жыраудың Есім ханға сес көрсете тіл қатуының себебі ханның халыққа деген озбырлығы, жөн-жосықсыз іс-әрекеттері. Ол жер дауы, жесір даулары кезінде әділетсіздікке көз жұма қарай алмай, келіспеушілік өрши түсті. Бұдан да басқа ханның әділетсіз істеріне наразылық білдірген, халықты ойлап, әділдікті жақтады. Мен жиембет жыраудың айтқан сындармен келісемін. 10-шы тапсырма: бұл шынның жалғыз қырқар аузуы, бөкеннің желі бөтер төрт саны, бұғының ауыр қара мүйізі, бидайықтың жалғыз сағары, қашағанның ұзын құрығы, ағорданың тіреу сырығы деген жолдардағы көркемдеуіш тәсілдің қолданысын түсіндіріп беріңіз дейді. Бұл жерлерде аллитерация қолданылады. Яғни қарасаңыздар өлең шумағы жолдарындағы бұл шынның, бөкеннің, бұғының, бидайықтың деп әр жолдың бастапқы дыбыстары дауыссыз дыбыстардан басталып тұр. Бұл аллитерация. Бұл шынның, бөкеннің, бұғының, бидайықтың және эпитет қолданылады. Жалғыз қырқар, желі бөтер, ауыр қара, жалғыз суғары, ұзын құйрығы. Келесі 11-ші соңғы тапсырма: Күлтегін жырындағы осы бір түркі елі ел болсын деп бастаған ісіміз еді деген пікірді қалай түсінесіз? Жырдан Күлтегін жырындағы осы бір түркі елі ел болсын деп бастаған ісіміз еді деген пікірді мен Күлтегін батырдың түркі елін мықты ел болсын деп әртүрлі әрекеттер жасағанын көрсетеді деп түсінемін. Күлтегін өзінің түркі халқын ел болсын деп, басқа елдерге бағынышты болмасын деп түрлі істер істеген. Күлтегін батыр түркі елін жаудан азат етіп,
еліне бейбіт өмір орнатқан. Ол түркі халқын қорғау үшін жас кезінен шайқастарға қатысқан. Күлтегін түркі халқына адал батыр болды. Түркі халқын аштықтан, кедейліктен құтқарғысы келді. Түркі елінің кедей халқын бай қылды, аз халықтың санын көп қылды. Түркі елін ел қылған, жайнатқан Күлтегін батыр болды. Күлтегін батыр кезінде оның түркі елі ел болсын деп істеген іс-әрекеттері арқасында түркі елі гүлденіп, халқы жоқшылықты ұмытып, Күлтегін батыр қалағандай ел болды. Осымен ТЖБ тапсырмаларымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.